Салем достар. Biz bugün eksperiment жүргіземіз. Nasıl ekemiz? Nasıl давай бестекен. Все бастаймыз. Достар, бірінші эксперимент, яғни кемпір қосақ эксперименті. Nasıl бастаймыз бұл экспериментті? Иә. Яғни осындай бір любой тарелка болсын, кез келген осындай ыдыс аламыз. Ортасына яғни Skittles немесе жаңағы M&M's салып осылай қоямыз. Жаңағы кемпір қосақ сияқты. Сосын яғни осындай ыдысқа су құйып аламыз. Ыстық су керек міндетті түрде. Ыстық суды ортасына құямыз. Nasıl байқа? Яғни ыстық су. Достар, бұл екінші эксперимент, яғни бутылкамен Нұрасыл екеуміз кезек-кезек, яғни бутылканы шайқайтын боламыз. Сол кезде көреміз қандай болатын бутылканың түсін өзгере ме, өзгермей ме. Нұрасыл, папа көрсет, сен сосын бастайсың. Нұрасыл, қара, ақ су қып-қызыл болып кетті. Пападан мынандай түс болды, қызыл болды. Енді сен шайқа. Давай, Нұрасылдікін көреміз. Қатты Нұрасыл. Шайқа. Вау, Нұрасыл. Көп болып кетті. Қалай болып кетті ана, Нұрасыл? Фокус па, Нұрасыл? Иә. Достар, яғни біз бұл фокусты істеу үшін, яғни бутылканың крышкасына пищевой краситель жақтық. Кепкеннен кейін бутылканы жабамыз, сосын кепкесін араластырған кезде осы судың цветі өзгереді. Достар, енді үшінші экспериментімізді бастаймыз. Су құямыз десің. Болсын. Майшанды свечканы жағамыз. Енді Нұрасыл, сен стаканды аласың да бұлай бетінен жап. Ұстава. Көрін ба, Нұрасыл? Достар, келесі экспериментімізді бастаймыз. Яғни осындай келесі экспериментке 3 стакан керек болады. Сол әрбір стаканға осындай ас содасын 2 ас қасықтан әрқайсынан салып шығамыз. Және де пищевой красительден осындай бізде үшеуі бар. Бір тамшыдан әрқайсына қосып шығамыз. Сіздерде болмаса, қоспай қойса да болады. Және де кәдімгі суға уксусты қосып, кішкене соны стаканға құйып реакциясын көретін боламыз. Алып кел. Ал, давайте. Ақырын, Нұрасыл. Жай құй, Нұрасыл. Сразу құйма. Әне көрін ба, қандай реакция? Вау. Тамам. Тағы да құйсаңдар олар. Құй, Нұрасыл. Ақырын құй. Нұрасылдықын қара. Вау. Ух ты! Өтті. Күшті ме, Нұрасыл? Біз көрсет, күшті біз. Осылай істеп көрейік тағы да. Давай, жасыл түс көрді.
Жасыл тіс болды ма? Достар, келесі сумен экспериментімізді бастаймыз. Яғни келесі эксперимент су, яғни бутылкамен керек болады марлі, менде резинка. Сол үшін яғни су ағып кетпеу үшін осындай ыдыс керек болады. Для страховки. Мүмкін егер ағып кетсе. Ағып кететін жағдайда керек болады. Ал бастаймыз. Міне марліні осылай қоямыз басына. Ал Нұрасыл, енді сен резинканы маған тақ давай. Біреуін ғана ал, біреуін. Біреуін бастап тақ. Екі қолмен тақсын ғой. Папасы көмектесіп жүреді қазір. Сөйтіп үшеуін де тағып шығайық. Давай. Біреуін мына жерге тағып қойыңдар. Давай бастап. Ага, о, молодец. Папа какой. Ал енді суды былай төңкерген кезде суымыз ақпау қолмен жабамыз. Сөйтіп резко. Мынау былай мына шетімен бізге көрсетіп. Су ағып тұрған жоқ. Міне, қараңыздар. Қазір енді тағы бір нәрсе істейміз. Нұрасыл, қара. Ал енді осы бутылканың ішіне зубочистканы тығып көреміз, су ағып ақпаймын. Нұрасыл, давай астынан бастап тық. Жібер ішіне. Полностью тық. Шықпады тағы да. Тығып жатыр. Қатты баспа, Нұрасыл. Папасы сен тығып көр енді. Ақырын, Нұрасыл, қатты баспа. Міне кетті, қараңдар. Не, байқасаңыздар, мұнда біз марлымен ғана орадық суды. Астында су ағып жатқан жоқ. Зубочисткамен біз жібердік. Зубочисткалар міне ішінде жүр, қалқып. Бірақ су ағып жатқан жоқ. Ал егерде мына бутылканы яғни оңға, солға шайқайтын болсақ, жылжытатын болсақ, былай тұрмасын. Су ағып кетеді яғни. Тағы да жаңағыдай эксперимент, яғни қағазбен істеп көреміз. Осындай жай обычный қағазды аламыз, стаканға суды құямыз. Нұрасыл, қара, папа. Нұрасыл, қара, міне, сен істейсің. Осылай бетінен жабамыз қағазды. Қолмен жабамыз. Яғни осылай тұрып, тез аударамыз былай. Осылай ұстап тұрамыз, қысып. Нұрасыл, көрдің ба? Енді жібереміз. Достар, жаңағы экспериментпен қағазды салфеткамен істеп көреміз. Нұрасыл, жаба қой. Нұрасыл, міне, давай. Сен салфетканы үстіне қой ма? Қоясың. Қолмен жап. Жап. Көтер. Ұстап тұр. Кішкене күте тұрам. Жібер сен қолын. Жібер.